Ассалаумағалейкум, құрметті жас түлектер. Бүгін біз сіздермен бірге процестерге байланысты теорияны талдайтын боламыз. Соңдайдан жақсылап тыңдаңыз, өйткені бұл сізге өте керек болуы мүмкін. Бастадық. Газ адиабаталық, осы нәрсеге дұрыстап мән берейікші, адиабаталық ұлғайып 300 джоуль жұмыс жасаса, ішкі энергияның өзгерісі қандай дейді. Яғни бізден кімді сұрап жатыр? Ішкі энергия немен белгілейді? Дельта Умен белгілейді. Осын сұрап жатыр. Естеріңіз болсын. Адиабаталық процесс деген сөз, жалпы процестің 3 түрі бар. Адиабата деген 4-ші түрі. Адиабаталық процесс деген мүлдем кәдімгі қоршаған ортамен мүлдем не істемейді, жылу алмаспайды. Сол кезде жылуының кімге тең болып кетеді? Жылу мөлшері 0-ге тең болып кетеді. Ал жұмысы уже кімге тең болады? Минус ішкі энергияға. Өйткені Q тең дельта U плюс А деген формула, негізгі формуласы Q 0-ге тең болып кеткеннен кейін енді басқа амал жоқ. Мына жерде тұрған дельта мына жаққа кім болып өтеді? Минус болып өтеді. Вот сол кезде сіздер жауапта 300-ді көрдіңіздер ғой. Демек, варианттарда кімді іздейсің? Минус 300 іздейсің. Ертең мысалы жауапта, например, өзгертіп қояйықшы. Плюс 300 тұрса, 300-дің өзін белгілейміз, минусын белгілейміз. Өйткені қандай процесс? Адиабаталық процесс. Бұл немен қоршаған ортамен жылу алмаспайды.